Біздің эфиріміз өте қызық болайын деп тұр, себебі біздің студиямызға келген қонақтар сонау Ақтөбе қаласынан келіп отыр. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Толық тынысы бағдарламасының төрінде бүгін қонақта кімдер деген сауал туындайды. Бүгін біздің студиямызда Ақтөбе қаласы Ер Едіге жыр мектебінің жетекшісі, жырау мәдениет саласының үздігін және де Ақтөбе қаласы бойынша 2023 жылдың жыл адамы. Және де дәл осы Ер Едіге жыр мектебінің шәкірттері Сұлтан және Александра. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет. Керемет. Аға, енді Қостанай қаласында алғаш емессіз. Келу себебіңізбен бөлісе кетіңізші? Тағы да қайырлы күн. Бүгін күндерің жұма қабыл болсын. Біз келген себебіміз Нұржан Маушабаев атамыздың фестивалі өтіп жатыр. Соның қарсаңына біз шәкірттерімізбен Ер Едіге жыр мектебі 3,5 жылдан бері жұмыс істеп жатса, соның балдарының өсуі, қаншама жырларды жаттап, сахнаға шығарып, үлкен конкурстарға қатысып, додаларға түсіп жатқасын, осы Қостанай өңіріне, бүткіл Қостанай өңірі емес, Қазақстанда осындай жыраулық мектеп ашылса деп мен дұға алып тілеймін. Сол себептен мен осы сияқтың мәдениет басқармасының адамдары мені осында шеберлік сағатына шақырып отыр, осы шәкірттермен. Сол себепте келіп отыр, осы мына Нұржан Маушабаев атамыздың фестивалінің қарсаңына. Аға, енді Ер Едіге жыр мектебі Ақтөбе қаласында жалғыз мектептердің бірі, иә? Иә, жалғыз мектептердің бірі. Өзіңіздің арманыңыз бар. Дәл осы мектепті барлық Қазақстанда ашу. Бұл мектеп Ер Едіге болып ашылмайды енді. Бұл Ер Едіге болып Ақтөбеде ашылды. Әр өңірде өйткені мына жыр мектебін мен 92 жылдан бері армандап келатырмын. Жыр мектебі ашылса, басшы ауысса соған кіреміз. Мәдениет басқармасы ауысса соған кіреміз. Сол жылы 2021 жылы әкімнің қолдауымен, ол кезде Оразалин Оңдасын деген әкім болып тұр. Сол кезде бізде Алтынай Юнисевна әлі де сол мәдениет басқармасы, сол екеуі бірігіп, міне осы Ер Едіге жыр мектебін ашайық деп, Гүлнар Сейталина деген бізде мәдениет, халық шығармашылығы үйінде зам болып жұмыс жасады. Ләйла Омарова деген басшымыз болды. Сол кісілердің бірге ақылдасып болса, өзіміздің мақаммен, өзіміздің сазбен, мақам деген тіл сияқты. Мақам әр елдің өзінің мақамы болады. Сол мақаммен, сазымен осы мектепті ашайық деп мені шақыртты. Мен басқа жерде уже неше жыл, 20 жылдың маңында мәдениет саласында жоқ. Бармын ғой енді, тойларда, нелерде жүреміз, жырлап ортада. Бірақ енді үлкен мекемелерде жұмыс жасаған жоқ. Жеке шаруамен жүріп. Сөйтіп жүрген кезде мені 21 жыл шақырды. Сол 21 жыл бисмиллах деп соны бастап кеттік. Соны бастағанда қазір 3,5 жылдай болды. Менің оқушыларым бар еді, колледжде оқып, жұмыс істеп жатқан, консерватория бітіріп келген. Сол 2010 жылдары мен бір шамалы жұмыс жасағанмын. Сол кезде оқытқан балдарым консерваторияны бітіріп келіп, аға мына сізге көмектесейік, біз осы шәкірт берейік. Бізде оқып жатқан колледжде оқыған студенттер бар деп, соны бір 2-3 студентпен бастап кеткенбіз. Сол студенттер қазір 10-12 дастан біледі. Бүгінде Ер Едіге жыр мектебінде 60-қа жуық шәкірт бар. Және соның үздік 2 шәкіртіңізді Қостанай қаласына шеберлік сағатына алып келіп отырмын. Сұлтан және Александра. Қалай? Қостанай ұнап жатыр ма? Иә. Керемет. Енді өздерінің өнерлерін жайында айта кетсеңдер? Сұлтан, өзің баста. Мен кішкентай кезімнен біздің отбасымызда үлкендер домбыра тартатын болатын. Сол ағаларыма тартқым келіп, мен де домбыра тартқым келді. Керемет. Қазір 12 дастан білесің. Жоқ, қазір бұлар 2 дастан, 1 дастан біледі. Ана Алматыда оқып жатқан қыздарым айтып отыр. Керемет. Ал Александра, сен? Мен де сондай, апаларым да үйде, бүкіл апаларым, ағаларым өнерде, сосын мен де өнерге байын деп жырға қатыстым. Керемет. Аға, білесіз бе? Бір көз тоймайды. Өзге ұлттың өкілі болса да, қазақша киіммен, сәукелемен, расымен де көзін жауын алады. Ұлттық киімдерді насихаттап жүрген жандардың бірі, ұлттық өнерді насихаттап, ұлттық мұраны насихаттап жүрген жандардың бірісіз. Енді бүгінге осы жыршылық өнердің тек қана Ақтөбе облысында ғана емес, жалпы біздің елімізде дамуына тоқталайықшы. Мына Қостанай өңірін бізді шақырып отырған себебі де сол. Осы жыршылықты мына кішкентай мектептің балдарынан бастап, колледждің балдарынан бастап, университетте оқып жатқан балдар болса,
мысалға жыршылықты дамыту керек екенін бұлар да уже біліп бізді шақырып жатыр. Өйткені біз Инстаграмға, Фейсбукқа, одан қалды мына статустарға салып қоямыз. Балдардың жырлап жатқан, соны осы мәдениет басшылары, мәдениетте жұмыс жасайтын біздің әріптестеріміз көріп, біз осы қызығып отырады. Әдеке бізге де осыны былай үйренейік, бірге жұмыс жасайық деп. Сол үшін де келіп жатырмыз. Өйткені мына баланы жырға тәрбиелеу, баланың ұлттық болмысы болса, Алла Тағала Құранда айтады, мен сендерді әрқайсыңды әр ұлтқа бөлдім, тілге бөлдім, нәсілге бөлдім, бір-біріңді ажыратсын деп дейді. Сонда әрқайсының өзінің ұлтымен, өзінің жаңағы салт дәстүрімен былай ұстасатын болса, өте керемет, оны таймайды ешқандай. Шатасып кеткеннен кейін, мысалға айтатын болсақ, өзінің тілін, дінін білмесе, адам уже ауытқи бастайды, басқаға ағымға ере бастайды. Мысалға бізде домбыра біреулер айтады, харам деп шығып жатыр. Мысалға, енді біреулер айтады, біз мұсылман емеспіз деп жатыр. Біз Тәңірге табынғанбыз деп жатыр. Біреу енді мұсылманбыз дейтіні бізді діннен, салттан шығарып жіберейін деп жатыр. Салтқа кіріп кеткен діннен шығарып жіберейін деп жатыр. Ал енді ортасында домбыраңмен, өзің салт дәстүріңмен не ұстасаң, сен дініңнен де шықпайсың, салтыңнан да шықпайсың, халқыңнан да шықпайсың. Ортаңда өзіңнің осы егеменді елің Қазақстанның кәдімгі үлкен тұлғасы болып өсуге жырда тәрбиелеген бала бірден бір соның нақты дәлелі. Соны біздер жасауға, Қостанайға да келіп жатқан себебіміз сол, шеберлік сағатын өткізіп, мұғалімдермен, оқушылармен бірге осы балдарын көрсетіп отырып, өзімнің білетін тәрбиемді, тәжірибемді осыларға көрсетейін деп келіп жатқан жайымыз бар. Былтырда Қостанай қаласында ұйымдастырылған шараға қатыстыңыз? Былтырда болдым, Нұржан Наушабаев атамыздың фестиваліне келіп қатысып, көріп, Қостанайдың халқының сондай қонақжай екенін, әлде де бұл елге жұмыс жасау керек екенін мен жігіттерге айтып кеткенмін. Соның нәтижесі деп ойлаймын, осылай келіп жатқанымыз. Болашақта әлде де біз бір автобус болып, жаңағы шәкірттерімізбен келіп концертімізді қойып, халықтың рухын көтеріп, мына бабаларымыздың кітаптары тұр ғой, 100 томдық. Сахнада, кітапханада, сөреде тұр, оны ешкім оқымайды. Ал осы балдарға 100 томдық кітапты жаттатып қойып жырлататын болсақ, біздің халқымыз, біздің қандай болғанымызды, мәдениетіміздің қандай болғанын, салт дәстүріміздің қандай болғанын, бұл балдар жырлап жатқаннан кейін, олардан кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақ осыларды үлгі көріп, біздің елімізге, жерімізге батырларымыз қандай болды, бабаларымыз қандай болды, біздің шежіреміз қандай, біз қаяқтан шықтық, біз кім болдық, сол кітаптардың ішінде бәрі бар, бірақ өкінішке орай телефонда отырады да бүткіл өмірі өтіп жатыр. Ал осылай жырлап тәрбиелейтін болсақ, болашақта біздің үлкен үлесімізді қосып кетуге мүмкіншілігіміз бар. Аға, енді сіздің осы жыршылық, жыраулық өнерді насихаттап, жаңғыртып жүргеніңіз Бақтыгерей ағаның арқасы, иә. Ал енді мына балалардың бұл мұраны жалғастыруда сіздің сіңіріп жатқан еңбегіңіз зор деген келеді. Бүгін балақайлар сіздер шеберлік сағатында да өнер көрсетесіңдер, иә? Не орындайсыңдар? Нұржан Наушабаев атамыздың сол неше пазыл, неше бап деген термесі бар. Соны әдейі осы неге келатқасын, шеберлік сағатқа келатқаннан кейін, соны әдейі жаттап, дайындап келатыр. Сұлтан, кім? Жыр өсіп қайта көктей деген мен бір жазған термен бар еді. Сосын өзінің кішкене таныстыру бар. Соны айтып береді. Ал Погорелова Александр деп атып, оның негізі қазақша аты Жарқынай. Жарқынай, керемет. Өмірхан деген ағамыз бар, Ақтөбеде тұрады. 25 баланы асырап алып, мына балалар үйінен. Соның менде 3 баласы, менде оқиды, екеуінің ұлты, бұның ұлты украинец. Оны Темірхан дейміз, Тихон Козлов деген бар. Оның ұлты орыс, мамасы Молдаван. Енді балалар үйіне тапсырған ғой, енді қазіргі қоғамның бір несі дерді ғой енді ол. Ал қаншама ол жалғыз орыс балдар, қазақ балдар бәрі бар, бүткіл ұлттың балдары бар. Соны 25 баланы асырап алып, қазір соның ішіндегі мен 3 бала, Алтынай, Жарқынай, Алтынай қазақ бала, Жарқынай міне Погорелова Александр, сосын Тихон Козлов дейді, Темірхан деп ат қойып алған. Сол үшеуі менде жырды оқиды. Әрқайсысы қазір Нарғызды бастан аяқ дастанды жаттап алды, қазір жырлап айтады. Бір-екі дастаннан жаттап. Бір-екі дастаннан жаттап алды. Бір-екі дастан деген кемінде жарты сағат, 1 сағаттан шығармасы бар ғой. Ал терме толғаудан бөлек. Керемет. Қалай, Сұлтан, Александра қобалжу бар ма? Қостанай өнеріне алғаш келулеріне? Әлде бұрын сонда болдыңдар ма мұнда? Жоқ. Болмадыңыздар, иә? Енді шеберлік сағатына қатысып, өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсетесіздер. Қалай дайындық қалай? Пойызда жол бойы дайындалып келдіңіздер ғой?
Мүмкін бізге өздеріңіздің өнерлеріңізден мүмкін бір терме орындап бересіздер ме, әлде шеберлік сағатында орындайтын өнерлеріңізден бір үзінді бізге орындап берсеңіздер. Я домбыраны қолға алып. Жеке орындайсыздар ма әлде? Жеке орындайды. Наурызбек жыраудың домбыраны қолға алып деген терме басы бар, соны айтып берсін. Пайдалы нәрсе жігіттер, адамға ақылы бермекке, кем болмайсың жігіттер, жастайдан алған дүниеге, асылдық сөйлеп әр жерді, ай болма бір тілім шермеді, басқа келсе бір қызық, көкірегіңіз тасынып, ақыл айтса жас үлкен, айтамын сөздай асырап, сен мынау жаман екен деп аяққа жүрме басылып, дүния білсең дөңгелек, дәуренде сүрсең көлбеңдеп, сыртыңнан өлім бағып жүр, бір күні сені көрем деп. Асылда туған пенделер бар жоғыңа бұл үнді, пәленде түген дегенмен сақтағай бізде пендемді. Сәулелі жарық дүнияда жүрміз де басып алшандап, алға қарай алшандап, 25-тің кезінде кескірде болар алмастай, болсаң да жігіт қылшылдап, өз күніңде болып жүреде бермей сылпылдап, қайнаған жастық шағыңдай Құдайдың берген бағында, дәулетпен малың құралып, қолда бір тұрған уағыңда, болсаң жігіт шегінбей алға қарай ағымда, бір нәрсені көздеп шығып құр жүгірме сағымға, күндерден күндері өткенді, ай басыңнан өтер жастығың, көңілде қалар бас күнің, сол үшін де жігіттер базарлы өтін тасқының, өзім деген досыңа көз алартып қараған, болмасын іште қастығың, таудың да сәнін келтірген, белестенген асқары, жағалаймайса көк шалғын, жиектенген ақ қара, шыңқылдап ұшса аспанға, тұяққа тиген тастары, көлдің да сәнін келтірген, жағалай шыққан құрағы, еріп тартып ылайлап басынан аққан бұлағы, адамның түсер назары, ертеліге шән салған, құс болар көлдің базары, ай мынау жаман екен деп, бойына қарап түңіліме мүмкінде болар кәрәмәт, пененің көзі тоймай жүр, ойламаса қанағат, қанағат қарын тойғызар, сақтаса Құдай саламат. Жылқыда болар қазанып, дөңгеленген тұяғы, астыңда жүріп ойнаса, жігіттің тарқар құмары, ай жайнаса көздің жанары, жолдасың болса керме қас, беріліп тұрса ықылас, адам сәні шүберіп, үстіне кесе атлас, уызына тоймаған, негізіне жарымас, жақсы достан айырылма, іздеген менен табылмас, көкірекке Құдай құйғасын, сөйлеуге тілім жаңылмасын, Керемет. Осы туындыны жаттауға қанша уақыт кетті, Сұлтан? Бір кідірген жоқ қой? Мықты дайындықпен келе жатқан секілді шеберлік сағатқа. Олар енді бір терме, мысалға 3-4 минут айтылатын болса, оның ішінде бір қаншама енді 4 бет, 5 бет қой енді. Сол 4-5 бетті бір 4-5 күнде жаттап алады ғой. Жұрттар жаңа бір 2 куплет, бір қайырман жаттай алмайды. Ал дастандар деген енді целый кітап қой енді. Сонда әрқайсысы бір-бір, 2-2 кітаптан арқалап жүр ғой. Керемет. Мына бастың памяті да терабайт дейді ғой, мегабайт телефондарда, сонымен есептейді ғой. Бұлардікі енді терабайтқа жұмыс істеп жатыр ғой қазір. Аға, енді ередіге жыр мектебінің жетістіктері жайында білгіміз келеді. Сұлтан, Александра, мүмкін өздерін айтып берерсіздер? Мүмкін байқауларға шығып жүрген шығарыстар, иә? Батыс өңірінде мұндай шаралар көптеп ұйымдастырылады ғой? Негізі балдарға көп мұндай үлкен шаралар жоқ, жырдың ішінде. Дәстүрлі әндер, күйлер, нелер бар, бірақ именно мына жырдан жоқ. Соған біз енді амандық болса, біздің мәдениет басшылары, сол біздер биылға, келесі жылға жоспарға кіргіздік. Бала жырау деген конкурс өткізейін деп жатырмық. Осы аймақтық. Алғаш рет. Аймақтық. Оның ішінде бізге көбіне Қызылорда, Атырау, Ақтау,
Орал, сосын Ақтөбе болатын еді ғой. Биыл мен Қостанайды қостым. Өйткені Қостанай бізге аймақтыққа кіреді ғой. Қасымызда қатар жатыр ма. 600-700 километр жерде. Нең дейтін Қызылорда мысалы 1000 километр Ақтөбеден. Оның қасында Қостанай бізге әлде қайда жақындау. Сосын біздің табиғатымыз да бір-біріне ұқсайды. Мен кеше сағатты қарасам, сағатымыз да бірдей. Күніміз сол уақытта шығады екен. Күніміз сол уақытта мен таң намаз оқимын. Сосын таң намазын қарасам екеуі бірдей екен. 9-ға бір 3 минут қалғанда бұл жақта таң намаз шығып кетеді екен. Бізде де Ақтөбеде сондай уақытта шығады, сондай уақытта кіреді. Сонда біздің табиғатымызға шейін ұқсап тұр, мына жырымызға шейін ұқсайды. Баяғы Нұржан Наушабаевтардың атамыздың айтқан мақамдары біздің мақамға келіңкірейді. Сондықтан да мен Қостанайды кіргіздім. Келесі жылы енді Қостанайдан мына ертең жігіттерге айтып кетейін деп отырмын. Амандық болса сол күздің маңы ма екен, әлде жаздың ортасы ма екен, соған бір 5 минуттан 7 минуттан балдарға Қырымның 40 батырынан, я болмаса ол сияқтың өзінің жырлары бар ғой. Жаңағы бұяқта көптеген жыраулар өткен ғой. Сол жыраулардың жырынан бір жыр жаттатып әкеліп, бір термемен бір жырдан үзінді беретін сол конкурс дайындайын деп, амандық болса келесі жылға ақша бөлдіреді үкіметтен. Біздер соған жоспарға кіргізіп қойдық. Соған бұйырса Қостанайда балдар қатысады деген үміттемін, сонымен келіп жатырмыз. Керемет. Сонда аға, егер де бұл байқау бала жырау деген байқау ұйымдастырылса, онда ол республика бойынша тұңғыш балалар жырау байқауы болады. Керемет. Біздер енді бірінші аймақтықты өтті. Биыл бізде Ақтөбеде әнші балапан деген байқау өтті. Соған менің жыраулар қала ауылдардан да іздедік. Бірақ термешілер тапты, терме айтатын. Жаңағы Шалқар ауданы, аудандардан. Ал жыр айтатын баланы таппадық, енді өйден оқытатын жоқ. Біз ғана оқытып отқан. Менің 10 балам қатысты. Соның ішінен 3-ші орын алды, 2-ші орын алды. Жаңа Қазбек деген бала сол Қырымның 40 батырынан жырлап 10 минутын толық әдемі айтып бас жүлдені алды. 150 мың, 200 мыңнан ақша берді үкімет. Ол мәдениет. Керемет қой. Балдарға қандай үлкен талып. Соны бітіріп шығып жатқаннан кейін, ана жыр жаттамаған мен кішкентай балдарым бар ғой. Ағай, бізге де дастан жыр беш, бізде жыр жаттайды. Қызығушылық пайда болады. Керемет. Керемет. Енді Жарқынай Александраны тыңдап көрсек, дәл қазір қандай термені орындайсың, сол жайында айта кетші бірінші. Нарғыз дастатын берейін, өтпес бағаны. Балалардың сөзге жоқ, іске бар секілді ғой. Иә. Нарғыз дастаны, Нұрпейіс Байғайынның Нарғыз дастанын толық біледі. Бастан аяқ 40 минутын айтып береді. Бірақ соның басын айтып берсін. Малшынан бұрынғы өткені бұл сізді тыңда халқым жырышынан ел қызы Айшадай айдай сұлу жарқынан кедей қызы болса да нұрлы өнердің күшімен әр нәрсеге талпынған өлең айтып ән созған домбыра тартса топ тозған өлең жырды ағытып шаршы топта жақ тозған ару киді нұр шалғып балуан дейді даңғартып жауырыны желге тимеген талай мықты балуанды ақырлы көрінген жығылуды білмеген бәйгесінде аталған алғыс алған баталған Айшай сұлу жасынан балуандығы асқан сон нарғыз болып атанған ажарына күш салсан нұрланған ай сияқты мінезіне сынасан көрген адам ұнатты және де жүрек жауапқа құрбы көңіл құлаты балтыр бітіп өсіктей омырауы ескірей жауырыны қақпақтай желкесіне ораған бұрымы бар тоқпақтай келбетіне қарасан қайсар сұлу нар екен жүйріксізді санасам 380 атпенен балуан дейді рөлге тимеген талай мықты балуанды тұма құрылды білмеген бәйгесіне аталған алғыс салғаны баталғаны. Керемет. Расымен де ұлттық өнерді, ұлттық жырды насихаттап жүрген әсіресе шәкірттерге, балаларға қарап қуанасын. Осындай шәкірттеріңіздің бары қуантады. Әділбек аға, бағдарламаның басында құттықтауым келген, ұмытып кеттім таза жақында мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен
марапатталдыңыз. Рахмет. Құтты болсын дегім келеді. Алтын домбыра байқауында табысталған марапаттардың бірі ғой. Ақтөбе облысы бойынша 2023 жылы жыл адамы Жаладан болды. атағында алдыңыз, иә. Алтын домбыраға қатысып, онда да арнайы жүлдеге ие болдыңыз. Рахмет, онда да болды. Бұның бәрі осы жырдың арқасы ғой. Жырға жасап жатқан қызметімізде мына басшыларымыздың ескеріп, елеп, еңбекті бағалап жатқанына алғысымыз шексіз. Оның ішінде мына кішкентай жасөспірімдер үлкен дастан жаттап, болашақта әрқайсысы бір дастаннан Қырымның 40 батыр деген бар. Ноғайлының заманында, Алтын Орданың кезінде болған. Соның Аңшыбайдан бастап Парпария, Құттықия, Едіге, Нұраден деген 40 батыр бар. Соны 40 балаға алдымыздағы 25 жылы март айында соны үлкен сахнаға дайындағымыз келіп жатыр. Оның әрқайсысы 40 минуттан, 50 минуттан айтылады. Бірақ енді біз ол балдарды олай жырлатық 3 күн сондай жырлаймыз. Примерно 60 сағаттай уақыт керек. Ал ол 60 сағат енді сахнада отырып жырлау мүмкін емес. Бірақ біз дегенмен сол әрқайсынан 10 минуттан 5-6 сағатқа жырлатсақ, сосын қалғанын үнтаспаға кәдімгі камерамен сондай видеоға түсіріп, соны альбом қылып шығарамыз. Андай тек аудио емес екен, видеосын флешкаға салып шығаруымыз келіп отыр. Керемет. Ендеше аға, игі бастамаларыңызға, оң бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Бүгінгі шеберлік сағаттарыңыз жоғары деңгейде өтсін дегіміз келеді. Расымен де біздің қостанайлық өнерсүйер қауымның сізден алары мол дегім келеді. Ең бастысы сәттілік, Қостанайға соңғы сапарыңыз болмасын. Алдағы жылдарда біз сізді күтеміз. Мүмкін алдағы уақытта сіздің арманыңыз орындалып, біздің Қостанай өңірінде де Ер Едіге сынды жыр мектебі пайда болатын шығар, иә? Әрине, міндетті түрде ғой. Егер де ол шынымен басшылар қолға алып жасайтын болса, ол елдің ішінде жігіттер бар ғой. Мен сияқты жүрген осы елге жырға қызметке жасайтын адам жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені елдің ішінде, халық ішінде ол үлкен тұлғалар бар. Соларға тек шетін көрсетпесе әрмен қарай алып кетеді ғой. Тек соны басшылар қолдау керек. Себебі бір айтарым, біздің Қостанай өңірінде де жырға, термеге қызығатын жастар жоқ емес деген келеді. Сол себептен де алдағы уақытта мүмкін мектеп пайда болар. Аға, ендеше студиямызға келіп, уақыт жоқ заманда уақыт тауып, қазір енді шеберлік сағатыңызға дайындалуыңыз керек дегенмен шақыртуымызды қабыл алып, бір 20 минут болса да сұхбат беруге келіскендеріңіз үшін көп рахмет. Балаларыңызға көп рахмет. Біздің студиямыздың көркін қыздырып, осындай керемет жырларымен, термелермен біздің рухымызды көтеріп қойды десем болады. Сол себептен де сәттілік тілейміз. Шеберлік сағаттарыңыз сәтті өтсін. Егер де айтар тілектеріңіз болса, екінші камера сіздер үшін. Рахмет, Алла разы болсын. Мынау бүгін қасиетті жұмада керемет күні. Мынау алдымызда үлкен біздің жаңағы мерекеміз келе жатыр. Тәуелсіздік. Мынау желтоқсанның 16-сы сондай бір батырларымыздың елімізді қорғап қалуға үлкен үлесін қосқан, дүниеден өтіп кеткен апаларымыз, ағаларымыз бар, осы елдің егемендігі үшін күрескен. Солардың мынау қандай егеменді ел болғаннан кейін осының бәрі істеп жатқанымыз, дәріптеп жатқанымыз. Сол бәрі мерекелер құтты болсын. Алдымызда енді 24-ті бітіріп 25-ке көшейін деп отыр. Сол 25-ші жылы елімізде тыныштық болсын, айналамызда болып жатқан бәлекеттердің бәрі бізден аулақ болсын деп дұға қылайық. Қостанай елінде де осыны үлкен жыраулық мектеп дамып, осы Қостанай елінен де басқа ауыл, аймақ, басқа облыстар үлгі болатындай үлкен жыраулар шықсын деп дұға айтқым келеді. Аман болыңыздар, сіздерге де көп рахмет осы қызметтеріңізге. Сіздердің? Егер айтар тілектеріңіз? Сіздерді біздер шақырғандарыңызға көп рахмет. Бізге көңіл бөліп, жырымызды тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Осы Қостанайда Ер Едіге мектебі ашылып, Қазақстанымыз шет мемлекеттерге көріне берсін. Қандай керемет. Александра? 16 желтоқсан мерекесі құтты болсын. Шақырғандарыңыз үшін көп рахмет, тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.
ай бәрек. Ал біз өз кезегінде сіздердің бізге терме айтып бергендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін Тобыл тынысы бағдарламасында қонақта мәдениет саласының үздігі, Ақтөбе қаласы Ер Едіге мектебінің жыр мектебінің жетекшісі, 2023 жылдың жыл адамы Әділбек Сарин және дәл осы Ер Едіге жыр мектебінің шәкірттері Султан және Александра. Құрметті қонақтар, студиямызға келіп, тағы да бір сырлы сұхбат өрбіткендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Қостанай сіздерді әрқашан күтеді дегім келеді.